Қаламызда мектеп оқушылары арасында өткізілетін ғылыми зерттеу байқауының облыстық кезеңі өтті. Мақсаты оқушылар арасында ғылыми зерттеу жұмыстарына деген қызығушылығын арттыру. Байқауда жүлделі орын алғандар Алматы қаласында өткізілетін республикалық кезеңге жолдама алатын болады. Балаларға ғылыми зерттеушілік қабілеттерін ояту, оларға мүмкіндік жасау. Бұл оқушылар біздің болашақ интеллектуалдық еліміздің потенциалы. Сондықтан да мүмкіндігінше осы балаларға мектеп тараптарынан және білім ағарту салаларының мамандарының тарапынан қолдау көрсету, балалардың ғылыми зерттеушілік қабілеттерін ояту арқылы біздің еліміздің болашақ потенциалының ғылыми әлеуеттік потенциалын қалыптастыруға есептеледі. Лорд лицейінің 7-ші сынып оқушысы Даниил Шишкевич болашағын техника саласымен байланыстырсам дейді. Конструкция жинаумен бұрыннан айналысады екен. Целью наших исследований было сравнительный анализ. Жобамның мақсаты арақашықтықты өлшейтін құралдарға салыстыру анализін жасау. Салыстыруды C бағдарламалау тілін қолдана отыра жасадық. Ардуин формуласын қолдандық. Даниил Герасимовтың мифтік айдаһарларға деген қызығушылығы оны ғылыми зерттеу жұмысын жасауға итермелеген. Оның әдебиеттегі айдаһарлардың бейнесі атты жобасы аудандық кезеңде жеңіске жетті. Например, у славянских народов. Мәселен, славян ұлтының әдебиетінде айдаһарлардың бірнеше басы болады, ал еуропалық әдебиетте бір ғана басы болады. Сондай-ақ славян ертегілерінде айдаһарлардың қазынасы болмайды, ал еуропалық әдебиетте олар қазына күзетеді. Сондай айырмашылықтарды көрсеткім келді. Жалпы байқауға 1 мен 7-ші сынып аралығындағы 70 оқушы қатыса алды. Асем Айтулла, Камила Осипова, Данияр Темірғалиев, Первый Северный.